Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Корей халқының қырыққабат салатын жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 500 грамм қырыққабат, ақ желкен, 3 сәбіз, 1 қияр, 2 шай қасық ас тұзы, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық қызыл бұрыш, 1 ас қасық сірке суы қажет. Ең алдымен сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Қырыққабатты текшелеп тураймыз. Үстінен қант пен тұзды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 20 минутқа қоямыз. Сол уақытта сөл бөлініп шығады. Артық сөлін алып тастаймыз. Қиярды видеода көрсетілгендей жұқалап тураймыз. Ақ желкенді ұсақтап турап аламыз. Шамамен 20-30 мл-дей сөл бөлініп шығады. Енді үстіне қияр мен ақ желкенді салып, қызыл бұрыш пен сірке суын қосып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.